Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Орыс қазірге дейін осы батыспен ұстасып отырған бірден бір ел еді. Енді сол орыстың миктеріне шамасы жетпей, украиндер жылағалы 1 жылдан асты. Бере қойшы, әкетай, көкетай деді, бермей келген. Ол кездегі мүмкін орыстың шамына тимей, мүмкін орыстар атом соғысын қозғап кетпесін деген шығар. Мүмкін батыс дегенмен де орыстың ырғын мұнай газынан ақша жасап отырған алпауыттар, Украин өлсе өле берсін, Украинда орыс, орыста орыс, бәрі славян деп бірімен бірі қырылыса түссін деген шығар. Ол жағын біз білмейміз. Қысқасы осы күнге дейін Украинге бұл қару тимеген еді. Енді тиді. Алда қызықтың көкесі болатын сияқты. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің дегендей, енді соғыстағы орыстардың жаңағы қандай қалге тап болатынын Украинның қолына F-16 тиетіндігі туралы шешім шыққан кезде көріп отырмыз. Енді алдағы уақытта украиндер бұл F-16 мен не істейді? Мәскеуді жарам екен, Петерборды жарам екен, жоқ әлде мә әкеңді деп анау қиырдағы Сахалиндегі әскери базаларды жарам екен, жоқ орыстың әскери қару-жарақ өндіретін зауыттарын жарам екен, оқ-дәрі қоймаларын, қамбаларын жарам екен, жанармай бекеттерін жарам екен. Енді оны алда ести жатармыз. Демек, осы тамыздың соңы, қыркүйектің басында атажау орыстың жағдай қиын болғалы тұр. Жағдай қиын болғалы тұр. Қара орыстар, қолшықтарыңызды дайындап, көз жастарыңызды сүртуге қамдана берерсіздер. Орыс десе, емешегі елжіреп, бүйрегі бүлкілдеп тұратын. Орыс десе, жүрегін жұлып бергісі келетін қазақ көп. Енді сол қазақтарға күні бұрын көңіл айта беріңіздер. Орысты құдай көретін қазақ. Енді солардың құлағына енді тек қана жағымсыз хабарлар келеді. Себебі орыстың әкесін, орыстың көкесін, орыстың әуселесін Американың F-16-сымен айқасқанда көреміз. Демек, бұл аса жағымды жаңалық. Бұл бірінші. Екінші жағымды жаңалық. Мына Американың басшысы Байден шал Корей басшысы мен Жапон басшысын екі жағына алып, ежелден тарихи атакеттері бар Жапон Корейді екі қолтығына алып рақайластырды. Жұрттың бәрі ойлайды, Жапонияда Американың әскери базасы бар, Оңтүстік Кореяда Американың әскери базасы бар. Бұл екеуі бір-бірімен одақ болса не бопты дейді. Жоқ. Жапонияда Америкамен одақ, Оңтүстік Кореяда Америкамен одақ, бірақ кезінде екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапондар Корейді басып алған кезінде Корейдің бәленбаймын, мүмкін бәленбай төмен қыздарын мәжбүрлі түрде армияның, яғни армиядағы еркектердің көңілін көтеретін көңіл жұбатқыш әйелдер дейтін қосын жасақтаған. Ол қосынның ішінде Қытайдың әйелдері де болған, қыздары да болған. Яғни бұлар мәжбүрлі түрде жыныстық құлдыққа түсті. Ол жыныстық құлдыққа түскендердің ішінде Қытайда, Корейде болды. Енді осыны корейлер осы күнге дейін қоңыраулатып, дыңғырлатып, жапондар менен арадағы бір тарихи кектерін ұмытпай келе жатыр. Жапондар әрине сан мәрте төлемде төледі, кешірімде сұрады. Премьер-министрі тіпті жылап еңіреп отырып, ол тарихи қателік деп кешірім сұрағанмен қоймай, корейлердің әсіре ұлтшылдығы және тарихқа деген ұмытпайтын сондай бір ұлттық мінездері ана өздерінің ата бабаларын қорлаған, жерін басып алған, еркегін қырып әйелін жыныстық құлдыққа салған сол кездегі Жапон басқыншыларына деген өкпелері қара қазандай. Яғни корейлер біздің қазақ емес. Қазақ ұмытып қалады. Қазақ алдыңғы ғасырда болған 5 реткі геноцидті ұмытып, осы кезде тура орыс болғысы кеп, орысша сөйлеп, Астанада баладарын орысша оқытып, тіпті бүкіл Қазақстанда, басқасын айт, 98% қазақ тұратын Қызылордада, 95% қазақ тұратын Шымкентте баладарын орыс мектебіне беріп жатады бұл қазақ. Енді міне сол орыс десе өмешегі үзіліп кете жаздайтын. Орыс болғысы келейін десе шара жоқ. Көзін әпіреш жазап, көкшірейтейін десе ақша жоқ. Бетіндегі мына қазақ терісін жұлып алып тастап, Майкл Джексон құсап, орыстың терісін орнатып алайын десе, оған $1 миллион керек. Шарасыз отырған қазақ жетеді. Жапырайған мұрнын кесіп, орыстың мұрнын құсап, қоқырайтып ақ, мен орыспын деп шыға келгісі келетін қазақты басынан ұрып санасақ, миллиондап шығады. Бірақ сол қазақ кеше ата бабасын қынадай қырған, қорлаған орыстың бүкіл иттігін, зұлымдығын ұмытып қалды. Бірақ міне Корей ұмытпай отыр. Енді сол корейлер Жапон менен
Неге одақ болды? Неге осы уақытқа дейін Жапон, Корей бір-біріменен экономикалық жақта Шығыс Азияда олар ұстасып келді. Электроника саласында ұстасып келді. Көлік саласында ұстасып келді. Жапонның Тойотасы бар, Хондасы бар. Ал Корейдің Hyundai бар, Daewoo'сы бар. Жапонның Sony бар, Корейдің LG, Samsung'ы бар. Міне өстіп бәсекелесіп келген екі халық енді тарихтағы тарихи кептерге байланысты бір-бірімен дүрдәрәз болғандықтарын ұмытты. Ұмыттырған кім? Байден шал. Мәлкілдек шал ұшаққа шығарда бұрғылап, ұшақтан түсірде бұрғылап тоңқалаң асып жүргенімен, мына Украин соғысы кезінде бүкіл Еуропаның басын біріктіріп Америкамен одақ қылып үлгіргендігінен де ол алдыңғы жаңағы Тікебай шалдан артық екендігін бір көрсетті. Бірақ осы жолы Қытайға қарсы күресте, Қытайға қарсы, мына Қытай, егер одақ болмасаң, әрқайсыңды жәркемдейді деп, Жапон мен Корейді бір араға басын қосып отырғаннан ақ бұл шалдың аса үлкен стратег тактик екенін білуге болады. Яғни бұл жолғы Байден шалдың арқасында Жапон премьері менен Корей президенті жайден жай бірмен бір рақайласқан жоқ. Бұл рақайластықтың артында Қытайға қарсы әскери одақ тұр. Енді бірі Жапон Аустралияның әскери одақтастығы тұр. Аустралия атом сүңгуір кемесі жоқ еді, оған батыс беретін болып қойды. Енді бұл одақтыққа Үндістанды тартып жатыр. Сонда қараңдар, Қытайдың шығыс теңізі, ең шығысындағы Жапон, одан бері оңтүстік Корей, Американың одағы, ал Тайванда, мына Украинада жоқ F-сериялы ұшақтар Тайванда бар. Украин кеше ғана қол жеткізген Хаймарстер Тайванда бар. Енді Қытайдың өзі сол орыстың ескі техникасын ұрдап-жырдап жасап отырған Қытай, Украинадан әскери қуат әлдеқайда жоғары Тайванға тиісе алмай бармағын шайнап қор болып отырған мына сәтін қараңыз. Ал Филиппиннің өзі өткенде ғана Қытаймен бұрыстасып барып тоқтады. Сөйтті де солтүстіктегі әскери портын Америкаға бере салды. Демек, Қытайды айналдырып қоршап, шығыстан бүкіл оңтүстік теңізден тұншықтыру операциясы керемет сәтті жүріп жатыр. Енді қазір осы көр аузында жанталасқан орыстың аузына су тамызып, айналайын орысыма, орысым, сен өлсең өлем, сен тірілсең тірілем деп отырған ол мына Сұмырай Тоқай және Орта Азияның мына қалың құдай атқан мына диктаторлары. Әрине Орта Азияның халықтары халықтық жадылық тұрғысынан олар орысқа деген кегін ұмытқан жоқ. Себебі біздің жүрегімізде Орыс империясына деген ұлттық өшпенділік ешқашан өшпейді. Себебі оны оятып еске салып тұратын біз сияқты ұлтшыл жігіттер тұрғанда қазақтың орысқа деген өшпенділік ешқашан өшпейді. Енді Қытай қазір қазақтың екінші қожайыны болуға жанталасып тұр. Қытайға барып қарыз алғыш Тоқаев және Орта Азияның қалған диктаторлары Қытайдың да қаржылық жағдайының мәз еместігін біліп отыр. Демек, орыста Қытайда көрге қарай жақындай түскен сайын, Орта Азияның қалың диктаторларының міне шықпа жаным шықпа деп естері шығып отырған қазіргі бейшара халін көрсеңіздер осыдан ақ түсінікті болады.